Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ыстықтай желініп кететін, арасы жұп-жұмсақ, қатпарлы болып тұратын пияз нанның рецептін ұсынатын боламын. Өте дәмді, сіздерге де осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Видеоны толықтай қарап, менің каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдауды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Алдымен ұнымызды міндетті түрде илеуіштен өткізіп аламыз. Содан соң жылы суымызға ашытқыны салып, тұзымызды салып, ұнымызға қоса отырып, осылай қасықпен араластырып аламыз. Кейіннен сұйық майымызды құямыз. Алғашында осылай қасықтың көмегімен, кейіннен қолдың көмегімен қамырды илейтін боламыз. Біздің қамырымыз біркелкі, жұмсақ, әдемі болып шығады. Қорықпай жасай берсеңіздер болады. Қамырымызды неғұрлым жақсылап илесек, соғұрлым жақсы жайылатын болады. Бетін жауып 10-15 минутқа тындырып қоятын боламыз. Ал оған дейін начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін пиязды ашып, жақсылап жуып, тазалап, ұсақтап турап аламыз. Қалауларыңыз бойынша укроп, көк пияз қоссаңыздар болады. Мен біреуіне қостым, екіншісін осылай жай ғана пиязбен жасадым. Пиязымызға дәміне қарай тұзымызды және қара бұрышымызды саламыз. Сұйық майымызды құйып, жақсылап, мыжғылап, араластырып аламыз. Менде сұйық май құйғаным түспей қалыпты. Ендігі кезекте қамырымызды тынып тұрған теңдей қылып екі бөлікке бөліп аламыз. Бізде екі пияз нан шығады, осылай екі зуала қылып аламыз. Ұнымызды себе отырып, қолдың көмегімен, кейіннен оқтаудың көмегімен қамырымызды жұп-жұқа қылып жаятын боламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, әдемі болып тұрады, оңай жайылады. Ұнымызды себе отырып, оқтаудың екі шетін баса отырып, қамырымызды жаятын боламыз. Неғұрлым жұқа қылып жайсақ, соғұрлым қатпарларымыз әдемі болып шығатын болады. Енді бетіне ерітілген сары майымызды құйып, қолымызбен жақсылап, тегістеп, жайып шығатын боламыз. Бетіне дайын болған начинкамызды, яғни пиязымызды тегістеп, жайып шығамыз қолдың көмегімен. Содан соң осылай видеодағыдай орап алатын боламыз. Осы зуаланың өзін ортасынан теңдей қылып екіге бөліп, осылай жасап аламыз. Сонда қалың болмайды, арасы піспей қалуы мүмкін, бәрін бірге орай салсақ. Енді противинге пергаментный бумагамызды төсеп, видеодағыдай орап, домалақ қылып жайғастырып шығамыз. Осы кезде пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Мінекей достар, бетін осылай басып, жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз. Және де қалауларыңыз бойынша күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште қызарып піскенше жақсылап пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің көк пияз және жай пиязбен жасалған пияз нанымыз дайын, өте дәмді, қатпарлы, әдемі болып шығады. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Видеом ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра өтіңіздер. Келесі видеоларда жолыққанша қош сау болыңыздар.